Сәлем баршаңызға. Сіздерге бүгін үй жағдайында 3 қана заттан жасалынатын сырдың рецептімен бөлісетін боламын. Егер видео ұнаған болса, менің каналыма міндетті түрде тіркелуді және де қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Мінекей менде осында 3 зат: қаймақ, жұмыртқа, сүтім менде 3 литр. 3 литр сүтке мен 6 жұмыртқа қолданатын боламын. Егер сіздер сүтті 1,5 литрге азайтсаңыздар, 3 жұмыртқа салсаңыздар болады. Және де қаймақ саламыз. Қаймақтан мен 8 қасық салдым. Үлкен ас қасықпен 8 қасық салынды. Барлығын осылай жақсылап, бір келкі болғанша жақсылап араластырып алатын боламыз. Енді сүтім міне отта тұр. Ысыған кезде мен жаңа араластырған жұмыртқа мен қаймағымызды үстіне құйып жіберетін боламыз. Жақсылап бір араластырып, үстіне дәміне қарай тұзымызды салатын боламыз. Міне қайнаған кезде осындай болып, ірімтік болып, суынан осылай бөлінетін болады. Бір жарты сағаттай қайнататын боламыз. Содан соң осылай ыдысқа, ыңғайлы ыдыстарыңызға салып, үстіне марлы салып, марлыны 4 қабат тасаңыздар жақсы болады. Менде мынандай ақ қалың мата болғандықтан мен 1 қабаттадым. Біздің творогымызды осылай үстіне сүзіп, үстіне салатын боламыз. Мен 5-6 сағатқа суынан сорықтырып осылай қойып қойдым. Ыстық күйінде кішкене суын осылай сығып алатын боламыз. Осылай үстіне ауыр затпен бастырып 5-6 сағатқа қойып қоятын боламыз. Егер кешке жасасаңыздар, таңға дейін тұрса болады. Мінекей осылай қойып қойдым. Бес сағат өткеннен кейін қазір сіздерге көрсететін боламын. Мінекей достар, сырым өз формасын ұстап тұрды. Әдемі болып шықты. Қазір сіздерге кесіп көрсететін боламын. Мінекей кесілгенде ешқандай үгітілмейді. Кәдімгі дүкеннің сырларындай болып шықты. Өте дәмі де ешқандай зиянды заттан жасалынбаған, химиялық зат қосылмаған, өте дәмді рецепттердің бірі болып шықты. Видеоны қарағандарыңызға сіздерге рахмет. Сау саламат болыңыздар. Сіздермен бірге болған Жанар Баймұрат.